адам түсіну керек нені дамытып жатқанын. Осы образды ма, әлде шынайы жанын ба? Егер образды дамытып жатқан болсаңыз, айналаңыздағы адамдарға ақыл айтып, мен рухани дамып кеттім, мына күйеуім маған сай келмейді екен, мына енем маған сай келмейді екен, мен бұған шыдамауым керек деген сияқты әртүрлі бір қолыңыздағы бар нәрсені жоғалтып алуыңыз да мүмкін. Осы ловушкаға түскен кезде қарым қатынасыңызды жақсартамын деп керісінше құртып алуыңыз мүмкін тәкаппарлықтың кесірінен. Айналаңыздағы адамдарға болмайтын жерден ақыл айтып, өзіңіздің білген ұққан нәрселеріңізді өз өміріңізге емес, өзге адамның өмірінде болғанын қалап, өзге адамдарға ақыл айтатын болсаңыз, ол адамдарды белгілі бір іс-әрекетке итермелейтін болсаңыз, сен былай істе деген сияқты ақыл сынып, айналаңыздағы адам сіздің тәкаппарлығыңыздың иісін сезе бастайды. Содан кейін қарым-қатынастар құри бастайды. Сіздің айтқан ақылыңызды ешкім тыңдамайды, сізге қарама-қарсы реакция білдіре бастайды. Аузымды жауып тыныш отыршы деген сияқты. Сол кезде екінші ловушка басталады. Мені ешкім түсінбейді деген. Мен рухани дамып кеткен адаммын, бұлар деген 3D-да өмір сүріп жатыр, мен деген 5D-ға өтіп кеткенмін баяғыда. Мен айтқан нәрселерді бұлар түсінбейді, потому что бұлар ұйықтап жатқан адамдар деген сияқты өтірік бір ловушкаға түсіп қаласыз. На самом деле қарасаңыз, бұл жерде ол адамдар ол тақырыпты түсінбегеннен емес, сіздің тәкаппарлығыңыздың сасық иісін сезе бастағаннан кейін сізден алшақтауы мүмкін. Рухани даму барысында белгілі бір моменттерде оқшаулану процесі болады. Ешкіммен араласқыңыз келмеу, ешкімді көргіңіз келмеу деген сияқты. Ол мүлдем бөлек тақырып. Кейбір адамдар осындай бір ловушканың кесірінен өзінің қолындағы бар қарым-қатынастарды құртып алады да, олар оянбаған, олар ұйықтап жатқан адамдар, мен ғана түсінемін, мен кішкентай кезімнен өзім ерекше едім, бұның барлығын түсініп алдым деген бір эгоға салынып кетіп жатады, ловушкаға түсіп қалады. Содан кейін ішкі жан дүниесінде жалғыздық, ешкіммен ұқпаса ұқпай ақ қойсын, ішкі жан дүниесін солай жабады. Мен деген дамып кеткен, мен деген оқып кеткен, олар топастар деген сияқты бір ойынға кіре бастайды.